сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Каналыма қош келдіңіздер. Көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысамын. Сондықтан каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге керемет қолға арналған маскамен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге қажетті майсана майы, яғни касторовое масло. Бұл аптекада сатылады, бар жоғы 180 теңге көлемінде тұрады. Осы май және онымен бірге ас содасы. Үйде күнделікті пайдаланып жүрмесек те, тазалау құралдарына пайдаланатын, күнделікті өзіміз үйімізден табылатын осы ас содасымен біз керемет маска жасайтын боламыз қолымызға. Ендеше қазір көрсетейін, е. Кішкене ыдысымызға майды құйып алатын боламыз. Бұл майсана майын сұлулық саласында өте көп пайдаланады. Кірпіктерді өсіруге, қасты өсіруге. Оны бірден емес, жаңағыдай бір ай көлемінде немесе 2 ай көлемінде пайдалансаңыздар да болады. Қасты, кірпікті өсіруге. 2 шай қасықты салып алдым. Енді сода саламын. Содадан толтырмай бір ас қасықта салдым. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып қолымызға жағатын боламыз. Үш минут көлемінде жағып, массаж жасай отырып жағамыз. Сода скраб ретінде де пайдаланылып тұр бұл жерде. Егер осы масканы 1 ай бойына немесе 2 апта көлемінде жасап, күнде жатар алдында 3 минуттай осылай сықылаңыздар. Жақсылап массаж жасай отырып жағамыз. Қол біздің бетімізге қарағанда, бетіміз, қолымыз, мойнымыз ең бірінші қартаятын дене ағзасы болады. Өйткені қолымызбен көбінесе посуданы да жуамыз, жаңағыда сыртқы ортада жүретінде, ашық жүретінде осы қол болғандықтан суық бар, жел бар деген сияқты осының бәріне бірінші көретін осы бет, мойын, қол қартаюдың бірінші белгілері осы жерден, қолдан, мойыннан, беттен көрінеді. Сондықтан оларға ерекше күтім қажет. Қолдарыңызға өте арзан бағада және эффекті өте жоғары масканы осылай жасасаңыздар болады. Және бізде перчатка. Осы перчатканы киіп аламыздар. Жарты сағат бойына жұмысымызды істеп жүре береміз. Перчатканы киіп аламыз 2 қолымызға. Және жұмысымызды істеп жүре береміз. Ал қолымызды жақсылап сіңіп және әдемі болуына көмектеседі. Жарты сағаттан кейін шешіп тастап, қолымызды жуып, жарты сағаттан кейін қолымызды, қолғаптарымызды шешіп тастап, жылы сумен жуып, өздеріңіз пайдаланатын кез келген кремді
балалар крем болсын жағып қойсаңыздар болады. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар достар.